Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның 4-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз енді күндік кварталдарға кіреміз. Яғни алдыңғы бөлімде біз апталық кварталдар зерттеген болатынбыз. Оның алдында біз айлық кварталды қарадық. Енді біз дәл солай апталыққа уже подтверждение іздейміз. Яғни сол аптадан бізге хайлоуына бара ма, немесе ол кері разворд алып кете ме. Яғни уже біз целлерді ішіндегі 90-дармен уже таңдай аламыз, яғни баға подтверждениесін лонг бере ма, шорт бере ма. Енді қараңыздар, біз бірінші аптаны тартып алайық. Понедельниктен 6 PM-нен 6 PM-ге дейін. Бұл бізде айтқандай XAMD формациясы болды бізде. XAMD формациясы. Бізде Q1 high, және Q1 low. Енді қараңыздар, бір теориясын көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұл бізде апта. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, яғни 4 күн бізде 4 жұмыс күні. Айтқандай жұма күні бізде қосымша бір квартал болады. Понедельник, вторник, среда және четверг, пятница. Енді қараңыздар, бізде қазір XAMD формациясын алдым, аптаның өзіндік целдері болады. Яғни бізде бірінші қазір XAMD формациясын алдым, расширение болды, немесе разворот. Одан кейін бізде аккумуляция пайда болды. Одан кейін үшінші квартал бізде манипуляциясы болды. Ары қарай дистрибуция осын жалғастырып кетеді. Целдерге немесе кері қайтарып береді. Бізде XAMD формациясы. Енді дәл осының ішінен біз, яғни күнді 24 сағаттың өзін тағы 4-ке бөліп, біз баға қайтадан дәл сол формация, сол сценарийді іздеп, яғни подтверждение лонгқа бере ме, немесе осы цельге бармайтынын анықтай аламыз ішіндегі квартал арқылы. Соны қазір қараймыз біз. Логикасын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді біз күндік, яғни әр қайсысы бізде күндік получается, мына квартал күн, бір күн. Мынау бізде понедельник. Қараңыздар, дәл осы понедельникті 4-ке бөлетін болсам, 6 PM-нен 6 PM. Бұл уже бізде 24 сағат болды, 24 сағатты квартал. Енді қараңыздар, қандай формация болған бізде? Бұл жерде XAMD формациясы, қараңыздар. Қателестім, AMDX. Аккумуляция, манипуляция и дистрибуция кетті ары қарай. Бұл бізде 6 сағатты квартал. Q1 low. Сіздер дәл осылай нақты ликвидность қайда екен біле аласыздар. Ликвидность пен ликвидность жұмысты біле аласыздар. Баға жайдан жай қозғалмайды бізде. Q1 high. Көріңіздер қалай жұмыстан. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция и реверсал кетті ары қарай. Ол кішкене продолжениесі болды, одан кейін разворот жасады. Енді келесі күнге барақ. Мына уже вторник күні. Тағы 4-ке бөлек вторникті. Тағы бөлдік вторникті. Дәл мына күн қайталанған ба? AMDX.
Q1 low, Q1 high. Лоуын тазартты бізде и хайна кетті. И дистрибуция ары қарай бізде 4-ші квартал продолжение жасаған, соңынан разворот жасаған. 3-ші күн кеттік. Тағы бөлеміз 3-ші күнде. Қараңыздар, 3-ші күн не болған бізде? XAMD формациясы болған уже. Енді аккумуляция наоборот уже 2-ші кварталда, манипуляция бізде 3-ші кварталда берген, яғни бізде оның ішіндегі хайын тазартқан манипуляция. Q1 high, ары қарай не істеген, Q1 lowға қарай подтверждение берген. Q1 low. И не істеген бізде ары қарай уже қарасақ апталық цикл. Апталық циклдың енді бізде баратын мақсаты ол Q1 low, яғни ол бізде вторниктің low болып тұр. Бізде не істеген, күндікпен уже бір күнді алған кезде XAMD формация хайын тазартқан, лоуына кеткен, и дальше дистрибуция уже лоуына подтверждение беріп тастаған. И бізде сонымен уже осы 4 күн аптаның уже мақсаттары орындалып тастады. Барлық ликвидностьпен жұмыс жасады уже. Ликвидность тазарды бізде былай айтқан кезде. И бізде негізі уже дистрибуция, ликвидность қалған ликвидностьтар апарып тастау керек еді. Енді дистрибуция не істеді бізде? Дистрибуцияның подтверждениесін іздесек, бұл күнді енді тағы 4-ке бөлеміз ғой. Бұл бізде 4-ші четверг күні. Қараңыздар. Дәл солай ма? AMDX па? AMDX. Аккумуляция, манипуляция и дистрибуция и продолжение 4-ші квартал. Қалай барлығы кітап болып жұмыс жасап тұр ма? Лоуын алды, хайына кетті. Әр квартал сіздерге айтып тұр, баға қазір не істейтінсіз, дәл осылай оқи аласыз. Лоуын алма, значит хайына барады. Бірақ бұл енді уақытпен ғана жұмыс қой, біз әлі бағамен жұмыс жасаған жоқпыз. Уже бағамен жұмысты қосасыз, сол кезде білесіз ТВХ-ларды немен кіретіндеріңізді. Біреулер ордер блок имбаланс қолын, біз мүлде қолданбаймыз. Ордер блок имбаланс, біздің өзіміздің K-level'лар бар, 6 K-level, тек солармен қолданамыз. Яғни Q1 лоуын тазартты, хайына кетті. Дәл солай Q1 лоуын тазартты, хайына кетті, дистрибуция алып кетті. Одан кейін продолжение 4-ші квартал и разворот. Қайтадан бізде X болды, аккумуляция, манипуляция жасады, хайына. И ары қарай бізде целі уже үлкен цель. Ол бізде аптаның ішіндегі Q1-ның лоуы. Жарайды. Бұл 3 күн бізде полный ликвидностьтермен тазартты, жұмыс жасады. Енді 4-ші күн қалды. 4-ші күн, кварталдың 4-ші күні. Ол бізде дистрибуция үлкен беретін негізгі 90. Енді ол жерден сет бізде аккумуляция тағы манипуляциясын жасап, ары қарай тағы лонг подтверждение берді. Ол уже бізде мына жақтағы үлкен ликвидтарға жұмыс жасап кетті. И ары қарай бізде соңғы күн, жұма күні, пятница, оны біз айтқандай бір күнді тағы 4-ке бөліп квартал аламыз. Тағы 6 PM-нен 6 PM-ге дейін. Бұл квартал не болды бізде? Біз бұл жерде даже XAMD десек те болады. XAMD десек, біз мына жерден аккумуляцияның мына жерде лоуы, манипуляция, бірақ хайна жасай алмаған. И баға дистрибуция кезеңі кетпекші болған, хайна дейін бірақ күші жетпеген. Может, келесі апта ашылған кезде осы хайны алып тастайды. Тағы егер біз бірінші аккумуляция, манипуляция ретінде алған кезде, AMDX формациясын қарастырып көрейік. Бірінші былай болған. Аккумуляцияның лоуын тазартқан и хайы бізде жоғарыда. Оны істеген дәл бағанадай сыртқы және ішкі ликвид деп айттым ғой. Q1 high. AMDX алған кезде, бірінші AMDX алып қалдыңыз. Подтверждениемен жұмыс жасадыңыз. Мықты тоже подтверждение берген, уже келесі бөлімдерде көрсем, ішкі подтверждениесін күндіктің. Ары қарай уже бізде ішкі ликвидность, айтқандай ішкі ликвидность хайна жетпей, уже ары қарай подтверждение шорт беріп кеткен. Келесі бөлімдерде біз уже осы 6 сағаттың ішін 4-ке бөліп қарастырамыз. Көресіздер баға қалай тағы осы 6 сағаттық кварталдың өзіне тағы 90 минуттық подтверждениелер береді бізде. Енді бұл аптаны қарадық.
келесі аптаға өтейік. Келесі апта бізде қандай формация болған екен, сіздер айтыңыздар. Мен так 6 пимен 6 пимен тартайын. Айтыңыздар енді, бізде қандай формация? Бұл AMD X, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция лоуына кеткен. Енді Q1 high, Q1 low. Бұл бізде апталық целдер. Әр квартал бізде бір күн. Ол бізде және соңғы пятница күні. Енді дәл солай уже біз 6 сағаттық кварталарға бөліп шығайық. Не болған? Қараңыздар, осы манипуляция жерін қарайықшы, манипуляция жасаған кварталды қарастырып көрейікші, не болған екен. Аккумуляциясы жасады, вот манипуляция жасады бізде. Егер манипуляциясын қарайтын болсақ, бізде не істеген баға? AMD X формациясын жасап кеткен. Қараңыздар, Q1-ның low, но бізде баға свеча ашылған жер, бұл уже 12 AM манипуляцияның ашылған свечасы болып тұр. Лоуын тазартты Q1-ның. Ары қарай бізде өзінің ішіндегі 6 сағаттық, қателесім 90 минуттық Q1 хайға барды. Яғни біз қазір 6 сағаттың ішін тағы енді не істеді баға бізде? Q1 лоуын шешті, 6 сағаттық өзінде Q1 хайына кетті баға. Q1 low, Q1 high екеуімен жұмыс жасады. Енді қараңыздар, тағы сұрақ пайда болса, егер неге X AMD ретінде қарастырмадың деген. Егер X AMD ретінде алатын болсақ, бізде аккумуляция, манипуляция, дистрибуция ретінде алатын болсақ, бізде мына манипуляция бөлімінде 90-да бізде мына аккумуляцияға high low-мен жұмыс жасаған жоқ қой бізде. Хайын да шешпеді, лоуын да шешпеді. Баға осы импульстың ортасында коррекция болып тұрып қалды. Одан кейін дистрибуция тазалап, одан кейін барып кеткен. Бұны біз как AMD X алғанымыз дұрыс. Аккумуляцияны бізде басын тазартты, хайын тазартты. Енді уже дистрибуция бізде күші қалмады. Одан кейін бізде 4-ші квартал басталды. Ол бізде продолжениесін беріп, слитвин тазартып и разворотын беріп кетті 4-ші квартал. Енді бізде уже қараған кезде уже үлкен целдер анық. Аккумуляцияның лоуы бізде. Енді жарайды, енді 3-ші күнге өттік, бұл бізде среда күні. Енді бұл жерден қандай подтверждение ала аламыз? Енді дәл осы күнді біз 4-ке бөлетін болсақ, дәл сол сөзді сөйлейді бізге былай айтқанда. Қараңыздар, AMD X аккумуляциясын тазартты бізде Q1 хайды. Лоуына подтверждение берді, манипуляциясы. Дистрибуция алып кетті жарға. 4-ші квартал уже күші қалмай, кішкене разворот и продолжение кетті. Көріңіздер, аккумуляция лоуын шешті, манипуляция оны таза бізде. Манипуляция тазартты барлығын и кетті ары қарай. Келесі бөлімде енді дәл осын тағы 4-ке бөліп, уже біз 90 минут циклға кіреміз. Ол жерден тағы бізде дәл осы сценарийлер айтады бізде. Көріңіздер, ары қарай бізде уже Q1 low цель. Дәл осылай бізде жұмыс жасаған. Енді біз тағы алдыңғы аптанықта бір қарап өтейік, не болған. Алдыңғы бөлімде айтқан болатын, не үшін баға дәл осы шорт кетті, өйткені біріншіден бізде контекст шартовый, и екіншіден 6 сағаттық кварталдар айттым, подтверждение бізге шорт беріп кетті, яғни лонг берген жоқ деп. Қараймыз. Бізде апталықта AMD X болып тұр. Q1 лоуын тазартты бізде и хайына бару керек еді. Бірақ бізде не үшін бармады? Соны қарастырайық. Жарайды, бірінші біз 2-ші кварталдан бастап 6 сағаттық кварталға бөлейік. Не болған қарайық. Так, 6 сағатқа бөлдік. Бізде аккумуляция, манипуляция. Бұны біз XAMD ретінде аламыз. Бұлай болған, бізде манипуляция 3-ші кварталда болған екен. Енді X
AMD аккумуляция манипуляциясын жоғары, бізде бір хотя бы мына хайын шешпеген 6 сағатты манипуляция жасаған екен, бізде оңып кеткен, уже 3-ші күнге қалып кеткен уже баға. Енді осы күнді бөлік. Бұл среда күні дистрибуция уақыты, бағаның нағыз қозғалатын уақыты болған. Бірақ баға ешқандай қозғалмай бір орында тұрып қалған хай мен лоудың арасында. Как коррекция ретінде. Не үшін, не себеп? Өйткені бізде 3-ші күні XAMD формациясы болған. Сценарий бізде XAMD, яғни Q1 той тазартқан, Q1 хайын Q1 лоуға кеткен, Q1 лоу. Көрдіңіздер ғой, аккумуляцияның хайын тазартты уже бізге подтверждение шортқа берді. Yani, значит, бізге наған барғысы келіп тұрған жоқ баға. Бұл ликвидность емес болып тұр, получается, ликвидность емес баға мына лоуға барғысы келіп тұр. Как барғандай уже баға. Көрдіңіздер қалай кеткені. Уже подтверждение арқылы, яғни әр кварталдың ішіндегі кварталы бізге сол кварталдағы жұмыспен жасай ма, жасамай ма айтады. Енді ары қарай уже бізде жұма күні, жұма күні алматы бізде 4 жұмыс күні, 5-ші жұмыс күні жұма, пятница. Яғни осыны біз 4-ке бөлетін болсақ, қараңыздар, бізде не істеген? XAMD. Дәл ғой, баға қараңыздар, дәл ғой, қараңыздар. Аккумуляция жасаған, манипуляция жасаған, хайын шешкен и кеткен баға. Q1 high, Q1 low и кетті баға. Уже баға ағып кеткен, уже мына жерде ағып кеткен. Енді қараңыздар, сұрақ, не үшін баға мына хайда алмады? Дәл именно баға мынаған келгенде, яғни уже баға мына жерге жарайды танытты алған ретінде алады. Как уже дәл EQ high, яғни бірдей максимум жасап кеткен, кішкене шешіп. Дәл баға осы Q1 хайға келіп тұр ғой, яғни аккумуляция емес, манипуляция емес. Уже бізде келесі бөлімі аккумуляциясын алады, шешеді лоу манипуляция. И дәл осылайнан уже хайна кетіп, уже дистрибуцияда уже баға цельдердің бәрін орындап тастады, баға не істерін білмей, уже просто баға уже шартовый цельдердің бәрі орындалды, уже шортқа кетеді. Өйткені оның нарықта берген подтверждениесі бізде өйткені лоуға еді. Кетті, уже келесі апта ашылды. Келесі апта дәл бағанада айтқанымдай AMD формациясымен қозғалды. Көрдіңіздер қалай қозғалып жатқан бағаны. Түсінікті деп ойлаймын бұл бөлім. Енді келесі бөлімде біз уже тағы ішіне кіреміз, уже 6 сағаттың ішіне кіріп 90 минуттық циклдармен жұмыс жасаймыз. Тағы подтверждение аламыз. Сіздер уже кішкене миларыңыз жарылады, сіздер бұндай стратегияны мен сендім, өмірлеріңіз әлі көрмегенсіздер трейдингте. Бұл өте мықты стратегия. Сіздер кәдімгідей нарықта оқисыздар, сіздер қаржы движениені түсінесіздер, қаржы, импульс, коррекцияны оқи аласыздар, уже баға қайда баратынын. Бұл өйткені ликвидностьпен жұмыс бізге уақытпен, және бұл уақыт қой, яғни уақыт арқылы біз ликвидностьті біле аламыз, қай уақыттағы ликвидностьті. Яғни білесіздер өздеріңіздер, трейдинг немен қозғалады, яғни график бізде, нарық немен қозғалады, ол бізде бастысы, ең главный ол бізде ликвидность. Дәл осы ликвидностьті түсінген адам бұл жерде пайда табады. Ары қарай уже біз бағамен жұмыс, яғни бағамен жұмыс деген уже біз қай жерден кіреміз, баға қай жерден ұмтылады, дәл соларды контексттермен қарайсыздар уже. Бұл бөлім осымен бітті. Келесі бөлімде кездескенше.